Бүгінгі сабақта Meetup Inventor программасының жұмыс жасауды жалғастырамыз. Біз бүгін ұлттық аспаптар туралы практикалық жұмыс жасайтын боламыз. Meetup Inventor сайтына кіреміз. Кіргеннен кейін New проект батырмасын басып, аспап деп атау береміз. Окей батырмасын басып, міне аспап деген бізде жаңа проект құрылды. Енді бізге қажет ең бірінші бізге надпись керек болады. Бұл жерде текстті кетіріп, ұлттық аспаптар деп жазамыз. Ұлттық аспаптар. Осылай жазып болғаннан кейін текстімізді жирный шрифт және курсивный шрифтке қойып, размерді 20-ға өзгертіп, сонымызды по центру орналастырамыз. Ширинаны наполнить родительский батырмасына қояйық. По ширину келді. Енді бізге керек расположениенің ішінде горизонтальный расположение қажет болады. Яғни бір жерде орналасу. Және оның ішінде табличный расположение қоямыз. Реттілікпен тұру үшін. Табличный расположение екі столбцаға бөліміз, яғни екі бағанға. Енді кнопкамен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші кнопканы әкелеміз және оның қасына надпись. Кнопкамызды жазамыз. Кнопкамызге сурет қоямыз. Ол үшін загрузить файл батырмасын басып, выберите файл. Яғни мен домбыра, састырнай сыбызғы және жетігенді осыған дейін Google-да скачать етіп, сақтап қойдым. Сіздер де дәл осылай скачать етіп алып, сақтап аласыңдар. Және сақтаған кезде міндетті түрде домбыра деген сөзді ағылшын тілінде жазуымыз қажет болады. Открыть батырмасын басып, окейге өтеміз. Және енді осының баптаулар бөлімінен, изображение бөлімінен домбыраны таңдаймыз. Окей батырмасын басқанда біздің домбырамыз шықты. Енді текстті кетіріп тастаймыз. Және биіктігінде 100 пиксельге қоямыз. Осылай қойып болғаннан кейін надпись бөліміне өтіп, домбыра деп жазамыз. Яғни бұл құрылғының аты, аспаптың аты домбыра екенін көрініп тұру үшін. Домбыра деген сөзді жирный және курсивпен размерін 20-ға өзгертеміз. Окей. Келесі кнопка, дәл осылай кнопканы орналастырамыз. Бұл жерде кнопка бізде загрузить файл, келесі аспабымыздың атын жазамыз. Выберите файл батырмасын басып, жетіген аспабын алып келеміз. Окей, және изображение бөліміне өтіп, жетігенді таңдап, окей батырмасын басамыз. Ары қарай высотасын 100 пиксельге және ширинасын 100 пиксельге қоятын боламыз. Суретіміз келді. Енді бұл жерде текстті кетіріп тастаймыз бетіндегі және екінші надписімізді әкелеміз. Бұл жерге надписке жазамыз жетіген деп. Жетіген деп жазып, жирный шрифт, курсив шрифт және размерін 20-ға қоямыз. Осылай жасап болғаннан кейін үшінші батырмамызды әкелеміз. Табличный расположение өтіп, столбцы 2 строканы 4 қыламыз, яғни 4 кнопка өтетіндей. Үшінші кнопкамызды алып келдік. Сурет қою үшін загрузить файл батырмасын басып көреміз және суретімізді қоямыз састырнайды. Окей батырмасын басып алынды. Енді мынаяқта баптаулар бөлімінен састырнайдың суретін орналастырамыз. Және высотаны 100 пиксельге, ширинаны 100 пиксельге қоямыз. Окей батырмасын басамыз. Енді бізде келесі надписті орналастырып, оның текстін кетіріп, састырнай деп жазамыз. Састырнай. Жазып болғаннан кейін жирный, курсив және шрифтімізді 20-ға размерін үлкейтеміз. Састырнайдың бетіндегі састырнай деген сөзді кетіріп тастаймыз, бізге қажет емес. Осылай, енді келесі төртінші кнопкаға өтеміз. Төртінші кнопканы орналастырдық. Сурет алып аламыз. Бұл жерде сурет бізде сыбызғы.
қойдық, окей батырмасын басамыз, сыбызғымыз келіп түсті. Кнопканың баптаулар бөлімінен сыбызғының суреті қойып, окей батырмасын басамыз, және высотаны 100 пиксельге, ширинаны 100 пиксельге орналастырамыз. Окей батырмасын басып болғаннан кейін, келесі бізде кнопка, надпис, төртінші надписіміз бұл жерде біздің, бесінші надписіміз бұл жерде біздің сыбызғы деп жазылады. Сыбызғы. Осылай жасалып болғаннан кейін, жирный шрифтте және курсивный шрифтте размерін 20-ға өзгертетін боламыз. Осылай жасап болғаннан кейін, мына жерде пиксельдер высотасын 70-ге, 80-ге қояйыншы. Бәрі көрініп тұр үшін 80, және высота 80. Окей. Мына жерде де 80. Окей. Және үшінші сыбызғымыздың да высотасын 80-ге қойып қояйын. Окей. Кнопкада тұрған сөзді кетіріп тастайын. Осылай міне 4 аспабымыз туралы шықты. Әрі қарай жасап, музыканың дыбысы шығу үшін бізге проигрыватель керек және звук қажет болады. Бірінші проигрывательді тауып, осы жаққа орналастырайық. Ол бізде медиа бөлімінде тұр. Проигрыватель, яғни төртеу керек бізге. Екеу, үшеу және төртеу. Енді керек бізге звук. Біреу, екеу, үшеу және төртеу. Төрт аспаптық. Звукқа кіріп, загрузить файл. Выберите файл. Мана біз загрузки бөлімінде домбыраның музыкасы бар. Окей батырмасын басамыз және окей таңдаймыз. Проигрывательге өтіп, источникке таңдаймыз, домбыраның музыкасын, окей батырмасын басамыз. Енді ары қарай біз блоктар бөлімімен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни бірінші кнопканы басқан кезде управлениеге өтіп, если то else аламыз. Осыдан кейін логика бөлімінен бізге теңдік белгісі бар, белгі қажет болады. Ары қарай біз жасаймыз. Проигрыватель, яғни проигрыватель бірді басып, яғни проигрыватель бір орындалған кезде ложь, яғни математикалық логикалық ложьды алып орналастырамыз. Ары қарай келесі то проигрывательге тағы барамыз. Вызов. Бірінші проигрыватель орындалу керек. Одан кейін келесі кнопкаға барып, кнопка 1, бұл жерде изображение болады. Және текст бізде стоп png деген болады. Яғни стоп, ойнау керек, тоқтау керек. Стоп. 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 PNG. Бізде домбыраны ойнату үшін және тоқтату үшін суреттер қажет болады. Сондықтан загрузить файлға және play мен стоптың суретін загрузить етіп қояйық. Play'дікі түсті. Енді келесі бізде
стоптікін дәл осылай орналастырып аламыз. Келесі ары қарай жасалатын әрекет блоктар бөліміне қайта айналып келіп, яғни изображениені стоп және жалғастыра береміз. Енді бұл уже паузаны әкеліп орналастырамыз, яғни тоқтату үшін. Одан кейін копиясын жасап алайық және бұл жерде play png-ні жазатын боламыз. Дәл осылай 4 кнопкамен де жұмыс жасайтын боламыз. Жерде өзгертетініміз кнопка 2 және проигрыватель 2 болады. Жерде барлық жерде проигрыватель 2, кнопка 2 қылып өзгертеміз. Үшпен жұмыс жасаймыз. Үшінші кнопка проигрыватель 3, кнопка 3 және 4-ші кнопкамен. Осылай жасап болғаннан кейін енді подключиться помощник ай арқылы жұмысымызды жалғастыратын боламыз.